Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай жұмсақ әрі тәтті дәмді болып шығатын мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Яғни бұл етті бәліш деп аталады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ұнның дәміне қарай тұз, бөлме температурасында сармай, қаймақты да қосып жібердім. Сіздер айран қоссаңыздар да бола береді. Өте жұмсақ болып шығады қамырымыз. Араластырып, бір жұмыртқамызды да салып алатын боламын. Жұмыртқамызды араластырып, қолымызбен мыжғыласақ та болады, жақсылап біріксін. Жылы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, қатты болып кетпесін, сұйық болып кетпесін. Осындай мына видеодағыдай жұмсақ болсын. Жақсылап біріктіріп алыңыздар, иі қанғанша илеңіздер. Осылай тартып тұрып илеп алсаңыздар да болады. Пакетімізге салып қоятын боламыз. Жарты сағатқа қойып қойыңыздар, арасында 2-3 рет басып қойсаңыздар болады. Қамырымыз әдемі болып шығады. Салмасына мен осындай ет, картошка, пияз, тұз, дәміне қарай қара бұрыш қолдандым. Сіздер фарш пайдалансаңыздар да болады, тез піседі фарш еттен қарағанда. Осылай жасап алдым. Енді қамырымды бөліп қойғанмын. Енді үлкен бөлігін ұн сеуіп жақсылап жайып алатын боламын. Қалың емес етем. Жұқа да болып кетпесін, орташа көлемде жайып алатын боламын. Сәл ұнды себесіздер, өткен сәл жабысады. Осылай мына видеодағыдай жайып алыңыздар. Енді тапамызға, сковородкамызға салатын боламыз. Осындай, осылай етіп шетін бәрін жақсылап жайып алыңыздар. Шеті сәл қалу керек біріктіру үшін. Енді салмамызды салатын боламыз. Салмамызды да шетін бәріне тегістеп жайып алыңыздар. Енді қалған жаңа қамырымыздың екінші бөлігі бар, кіші бөлігі, соны да жұқа етіп жайып бетіне салатын боламыз. Осындай енді бетіне салып, қыздар осы жерде мен салмасының үстіне сармай салуды видеода көрсетуді ұмытып кетіппін. Міндетті түрде сармай салыңыздар, әр жеріне аз-аздан сармай салып қойсаңыздар, дәмі өте әдемі әрі сочный болып шығады. Сондықтан ұмытпаңыздар міндетті түрде. Мен осылай жасаймын, осылай шетін түйіп алатын боламын. Өте бұл әдемі көрінеді. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қалай жасасаңыздар да. Сәл басып, ортасын аздап осылай тесіп қоятын боламыз, ауа кіру үшін. Осылай. Енді жұмыртқамызды мен сарысын ғана пайдаланамын, өткен сап-сары болып шығады. Осындай сап-сары болып шығу үшін мен сарысын жағып аламын. Үстіне мен макты да сәндік үшін пайдаландым. Күнде да бола береді. 180 градуста 45-50 минутта пісіріп аласыздар. Менің бәлішім дайын болды. Өте әдемі әрі сап-сары болып шықты. Ыстық күйінде осындай сармайды міндетті түрде жағып алыңыздар, жылтырап тұрады беті. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі тойымды түскі асқа жасасаңыздар, өте тойымды әрі дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Қыздар, каналыма тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, өте қуанып қаламын. Әрі видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Осындай жұмсақ әрі сочный болып шықты. Сіздерге ас болсын, алдағы уақытта дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымды жібермей қарап отырыңыздар. Көп-көп рахмет сіздерге.